Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сабағымызда 8-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 2-ші бөлімнің 1-ші сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Ұлы жібек жолы әлемдік өркениет. Бөлім адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті. Сабақтың тақырыбы Ұлы жібек жолы әлемдік өркениет. Сабағымыздың мақсаты: бұл сабақта сен Ұлы жібек жолының қайта жаңғыру туралы білесің. Сенің меңгеретінің тыңдалым материалдардың негізінде дәлелді жауап беру. Сызбаларда берілген ақпаратты талдау. Мәліметтерді жинақтап, эссе жазуды қолдану. Мына суретке қарап, бүгін сабағымыздың болжам жасайықшы. Жақсы, дұрыс жауап бердім деп ойлаймын. Бүгін сабағымызда қолданатын белсенді сөздігіміз Ұлы жібек жолы біздің дәуіріміздің бұрынғы 2-ші ғасырдан басталған. ЮНЕСКО Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы. Нұрлы жол бағдарламасы. Нұрлы жол бағдарламасы қазіргі уақытта керуен жолын жалғастырушы. Бір жол, бір белдеу бағдарламасы Еуразия құрлығын қамтитын жоба. Сабақ бойынша қысқаша мәлімет тыңдайық. Ұлы жібек жолы 1991 жылы Қазақстанда Жібек жолы атты ұлттық комитет құрылды. Ұлы жібек жолы қазірде Еуразия халықтары үшін сауда байланысын шешуде маңызды рөл атқарады. Қытайдың бір жол, бір белдеу бастамасы арқылы қазіргі уақытта керуен жолын жалғастырып жатыр. Ұлы жібек жолы керуендері жүрген жолмен Азия, Европа бір-бірмен тауар алмасып, сауда дамыған. Бір жол, бір белдеу бағдарламасы Азия мен Европаның 18 мемлекетін басын біріктіреді. Қысқа мерзім ішінде экономиканың өсуінде жағдай жасайды, жұмыс орындары қалыптастырады. Ұлы жібек жолы бойындағы мемлекеттер дамып, экономикалық жағдайын жақсарған. Енді сабаққа белсенді қатысып, жаттығуларды орындайық. Бірінші жаттығу: бос орынға қажетті сөздерді жазу арқылы сөйлемдерді толықтыр. Қажетті сөздер сіздерге ұсынып отыр. Ұлттық комитет Ұлы жібек жолы саяси рухани мәселені шешуде Қытайдың Шиан екі бағытта мәдени байланыста батыс елдеріне Шығыс Түркістан мен Қашғар. Бірінші сөйлем: Ұлы жібек жолы деген жерінен басталған адамзат өркениеті жасаған тарихи ескерткіштердің бірі. Жақсы. Жалғастырамыз. Ұлы жібек жолы дамиды. Бірінші жол Қытайдан басталып, арқылы Жетісуға өткен. Екінші жол Сырдарияны жағалап өткен. Жауапты дұрыс бердім деп ойлаймын. 1991 жылы Қазақстанда Жібек жолы атты құрылды. Жауабына рахмет. Ұлы жібек жолын Еуразия халқы үшін маңызы үлкен. Екінші жаттығу: мәтін мазмұны бойынша диалог құрастыр. Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым мен мәдениет жөніндегі ұйымы Жібек жолы бағдарламасын қабылдады. Ұлы жібек жолы арқылы халықтар арасындағы байланысты, сауда қатынастарын, мәдениетін ықпалын көрсету. Ұлы жібек жолы атты конференция ұйымдастырылды. 30-дан астам тарихи және археологиялық ескерткіштер енгізілді. Қажетті сұрақтар: ЮНЕСКО дегеніміз не? Парижде қандай конференция ұйымдастырылды? ЮНЕСКО қандай бағдарламаны қабылдады? ЮНЕСКОның әлемдік мұра тізіміне қанша ескерткіш енгізілді? Соңғы сұрағымыз: бағдарламаның мақсаты қандай? Сабағымызды жалғастырамыз. Үшінші жаттығуды орындаймыз. Үшінші жаттығуда берілген мәтіндегі сан есімдерді сөздермен сәйкестіріңдер. Жібек жолы жасалған ғасыр.
Ұлы жібек жолы Қазақстан жерінің кесіп өткен ғасыры. Қазақстан жеріндегі жолдың даму бағыты Сырдария жағалап батыс елдеріне өткен. Шығыс Түркістан мен Қашқар арқылы Жетісуға өткен. Қазақстанда Ұлы жібек жолы атты ұлттық комитет құрылды. Екінші бағытта берілген сөздермен сәйкестендіреміз. Жабын дұрыс деп сенімдімін. Енді өз-өзімізді тексеру үшін сабақтың қорытындысына келгенде тест арқылы жауап береміз. Бірінші сұрағымыз: қазіргі сауда нарығында Қытай өнімдері нешінші орында? 7-ші, 1-ші, 2-ші, 3-ші. Ұлы жібек жолының маңыздылығы неде? Халықаралық экономикалық байланыс пен сауда-саттық дамуында, экономикалық дағдарыстың орын алуында, экономиканың тарихи қалыптасуында, жібек жолының қалыптасуында, дағдарыстың алдын алуында. 3-ші сұрақ: Ұлы жібек жолы қайдан бастау алады? Қытайдан, Қазақстаннан, Африкадан, Еуропадан. 4-ші сұрақ: қазіргі уақытта заманауи мақсаттағы жібек жолын тасымалдаушы құралы не? Керуен, автобус, велосипед керуен, ат-арба, ұшақ, автобус, дирижабль, автобус, пойыз, ұшақ. 5-ші сұрақ: жібек жолы бүгінгі күнде өздерін білетін Қазақстанның қай қалаларын басып өтті деп ойлайсың? Отырар, Алматы, Сағынақ, Түркістан, Алматы, Түркістан, Тараз, Алматы, Талғар, Қарағанды, Сауран, Талхиз, Алматы, Тараз, Баласағұн. Қорытынды бүгінгі сабағымыздың: бүгін сендермен Ұлы жібек жолының қайта жаңғыруы туралы білімдерімізді жетілдірдік. Сабақ аяқталды.